Сәлем достар, бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын қазан кебап дайындайтын боламыз. Картошкаларымызды жуып, барлығын осындай ашып алып, үстінен паприка мен тұзымызды салып, 5-10 минутқа жақсылап араластырып қойып қоямыз. Етім менде тұздалған ет болғандықтан үстінен тек қара бұрыш пен паприканы салып, осылай қойып қоямын оны да. Қызып тұрған майыма барлық картошкаларын салып, қызарғанша қуырып алам. Барлығын осылай бөлек шығарып алып, сол майға еттерімнің барлығын салып, оларды да кішкене қуырылған соң пиязын салып, қызарғанша қуырып аламын. Оның үстінен қуырылған картошкаларымды салып, үстінен 150 миллиграммдай жылы суымызды құйып, бетін жауып, 1,5 сағатқа бұқтырып аламын. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға осылай дайындап көруге кеңес беремін. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.